Қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіз. Бүгін сізбен дәмі ерекше болып шығатын пирог дайындаймыз. Бұл пирогтың ерекшелігі ешқандай ұн, май, разрыхитель, сода қосылмаған. Видеоны даусымен тыңдап, менімен бірге дайындағандай сезімде болыңыз. Формамызға құйып аламыз. Пешімізді алдын ала қыздырып қоямыз. 160 градуста 45 минут пісіріп аламыз. Енді бетіне қаймақты кремін дайындаймыз. Қаймаққа қант екеуін араластырып, пирогымыз толық суыған соң бетіне осылай жағып шығамыз. Бұл кремді жасау міндетті емес, өз қалауыңыз бойынша. Байқасаңыздар, менің кремім еріп кетті. Оның себебі мен пирог ыстық күйінше жақтым, ал сіздерге пирогты толық суыған соң ғана жағуға кеңес беремін. Жасап жатсаңыз ас болсын. Егер де менің рецептім ұнаған болса, каналыма тіркеліп қоңыраушаны басып қойыңыз. Сонда сіз видеоны ең алғашқы болып көресіз.